Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай малибу салатын ұсынамын. Кей жақтарда бұл салатты радуга деп те атайды. Жасалу жолы өте оңай, тіпті мектепте оқитын оқушыларға дейін жасай алады. Олай болса, видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бұл салатты жасау үшін бізге қияр, қызанақ, ірімшік, шұжық, кептірілген нан, жүгері және де майонез қажет. Ең алдымен қиярдан бастап 4 бұрышты қылып, сақтау қылып тураймыз. Одан кейін қызанағымызды тураймыз. Қызанақты да осы қияр сияқты 4 бұрышты қылып, сақтау қылып тураймыз. Бұл салатты әр адам әртүрлі қылып жасайды. Кейбір адамдар шұжықтың орнына кептірілген тауық етін қосады, ал кейбір адамдар ірімшік мүлдем қоспайды. Ендігі кезекте мен шұжық қосамын. Шұжықты да тура осылай ұсақтау қылып 4 бұрышты қылып тураймыз. Орысша айтқанда кубик қылып тураймыз. Ірімшікті де тура осылай тураймыз. Енді кептірілген қытырлақ нанымызды қосамыз және де жүгеріден 4-5 ас қасық қосамыз. Және де қалауларыңызша тұз бен майонез қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай оңай әрі тез жасалатын малибу салаты дайын болды. Менің рецептім бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепттер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.